жаны тамған жерім ауылым, шабытымның асқары самғаушы еді ауылым. Жастығымның куәсі шұрқыраған ауылым, жусады мен жуасы бұрқыраған ауылым. Әр ауылдың тамыры, терең тарихы, өткен жолы, өзінің қадірлі адамдары және олардың ұрпаққа қалдырған мұрасы бар. Сондай тарихтың куәсі болған қасиетті орындардың бірі құжаттарда Аққошқар, халық жүрегінде Ақбұлақ атанған киелі мекен. Талай отбасыға құтты мекен болған ауылдың дүркіреп дамыған уақыты да болды. Балабақшасы, талай түлегін түлеткен білім ошағы, мәдениет үйі, егінге бай құнарлы даласы бар. Шүйгін шөпте мал шаруасын дөңгелетіп, еңбек еткен тұрғындарға ту тіккен жер болды. Гүліндей жайнап, асырса бойнап, еркелеп өскен ауылы. Алайда замана ағымымен ауылдан көшкен халық саны көбейіп, киелі мекеннің тұрғын саны жыл сайын азая түсті. Көшкен жұрттың артында босаған үйлері, зиратта жерленген ата-бабасы қала берді. Көп жылдар бойы ата-бабаларымыз мәңгі тыныстаған ауыл маңындағы зираттар қоршаусыз тұрды. Бұл істі ретке келтіру мәселесі ұзақ уақыт тұрғындардың көкейінде жүрген еді. Биыл осы игі істі ауыл мектебінің 2004 жылғы түлектері бастап, қалған әр жылғы түлектер қостап, ауылдың аға буын өкілдерімен бірге сауапты істі қолдарына алды. Ортақ мақсатқа жұмылған түлектерден жауапты тұлға тағайындалып, эстафета арқылы қаражат жиналып бастады. Қоршалатын зираттардың аумағы есептеліп, арнайы жобасы жасалып, қажетті материал, керекті құрал сайманына дейін тізбектеліп, үлкен жоспар құрылды. 2026 жылдың ақпан айынан бастап Аққошқар ауылының зираттарын қоршау мәселесі үлкендердің бастамасымен қозғалды. Осы зираттарды қоршау үшін ең бірінші мәселе қаражат мәселесі. Осы қаражат мәселесін шешу барысында әр түлектен 500 мыңнан жиналса деген ой туды. Осы ойымда өзімнің сыныптастарым 2004 жылғы түлектерге ұсыныс ретінде тастадым. Сыныптастарым бірден қолдап 500 мыңдай жинайтын болып келістік. Одан әрі осы 500 мыңнан жинау ұсынысын эстафета ретінде алдыңғы буындарға 2002 жылғы түлектерге ұсыныс жасадық. Олар бірден қолдап кетті. Осылай эстафета түрінде жалғасқан қаржы жинау мәселесі айналасы 3-4 күнде шешіліп, 2014 түлектермен 1989 жылғы арасындағы түлектер арасында, яғни 72 жылдан бастап 97 жылға шейін аралықтағы Аққошқар ауылының тумаларының арасында осындай қаражат жинау мәселесі ұйымдастырылды. Және де 72 жылдан жоғары ауыл үлкендерін Шалқар Кәдірбекұлы ұйымдастырып, олардан да қаражат жиналды. Бас аяғы ауыл азаматтарынан жалпы жиналған қаражат 12.466.000 теңге. Зиратты қоршауға 10.415.564 теңге жұмсалды. Қаражат мәселесі шешілгеннен кейін зираттарды немен қоршау мәселесі талқыланды. Бұл мәселе бір айдай талқыланып, 3 түріндегі сеткаға тоқталдық. Осы сетканы Нұркен Жасылғұлы өзінің қолына алып, Ресейден тікелей Аққошқар зиратына дейін осы 3 түріндегі сетка жеткізілді. Бұның құны 6.635 теңге шамасына айналды. Осы сеткаларды түсіру барысында ауыл азаматтары тіл жәрдемі жасап, оның ішінде Манарбек Балташұлы өзінің көлік жіберіп тегін түсіру жұмыстарын ұйымдастырды. Алынған темір саймандарын тасымалдау, оларды ою, кесу, жалғау жұмыстарында ешбір азамат аянып қалған жоқ. Уақытпен санаспай, күндіз түні еңбекке араласып, жұмыла еңбек етті. Үлкен кіші, кәрі жас игілікті істің басында болды. Жұмыс барысында әртүрлі саладағы
істерді ұйымдастыру үшін жігіттер белгіленді. Арқалық қаласындағы жұмыстарды реттеу үшін Арман Жұмаханұлы тағайындалды. Аққошқар ауылында жұмыстарын ұйымдастыру үшін Дархан Нұрсұлтанұлы және де Астана қаласында материалдарды іздестіру жұмыстарында Дастан Кәдірбекұлы, Асқарбек Мақсбекұлы, Қайыржан Қалелұлы осы азаматтар жұмыс жасады. Және де әр зиратқа басына гараждар апарылды. Бұл жұмысты Болат Жұманұлы ұйымдастырды. Және де асқа мал сою жұмыстарын Мұратбек Оппаұлы ұйымдастырды. Зират басында материалдарды дайындауда Арман Жұмаханұлы қолға алып, дәнекерлеу жұмыстарын Болат Жұманұлы қолға алды. Және де ауыл азаматтары жиналып бірлесіп 3-4 күн бойы жұмыс жасап, материалдарды дайындады. Цемент апару жұмыстары ұйымдастырылды. Бұған да ауыл азаматтары бәрі-бірдей атсалысты. Және де 11, 12, 13 күні жұмыстар ұйымдастырылды. Зират басына бас аяғы 100 адамдай келіп жұмыс жасап, қызмет жасап, айналасы 2 күнде зиратты қоршау жұмыстары аяқталды. Ауылдағы апа жеңге аналарымыздың бұл шарадағы еңбектері бір төбе. Олар зират маңында күндіз түні тынымсыз еңбек еткен адамдардың ас суын дайындап, кең пейілмен ақ дастархандарында дәмді тағамдарын ұсынып отырды. Зират басындағы жұмысшыларға ас әзірлеу мәселесі Қошқар ауылында Алмагүл Қуандыққызы өзінің жауапкершілігіне алып, 2 мезгіл шайларын, 2 мезгіл тамақтарын ұйымдастырды. Осы тамақтарды Арқалық қаласынан тікелей жеткізу үшін Марат Жарасбайұлы өзінің жауапкершілігіне алып, ас сумен қамтып отырды. Тірліктен іздеп келеміз пайда, бұл созамыз көп неге біз айға. Сабатындай, құс қанатындай, мейірім қайда, мейірім қайда. Береке дейтін базарым қайда, иман мен дәстүр ғажабым қайда. Әр қазақ менің жалғызым дейтін қазағым қайда, қазағым қайда. Жақсы адамдарым, бақытты өмірдің басқа адамдарын, тектілікпенен татулық дейтін берік болсын шау тасқа малдарын. Жақсы адамдарым, кем емессіңдер патшадан бәрін. Ескі өмірде жасалсын ылғи жақсы амалдарын, жақсы адамдарым. Бірлік пен ынтымақтың арқасында
2 күн ішінде ауқымды жұмыс атқарылып, зираттардың айналасы толық қоршалды. Бұл жай ғана құрылыс жұмысы емес, бұл өткенге тағзым. Бұл ата-баба рухына деген құрмет, бұл келер ұрпаққа үлгі болатын сауапты іс. Қазақ халқы қашанда ата-бабасын ардақтап, қасиетті орындарын қастерлей білген. Бүгінгі атқарылған еңбек сол асыл дәстүрдің жалғасы. Елім деп соқсын жүрегім, елім деп соқсын жүрегім. Елеу латылмайын, салмайын, көрейін, көже шалмайын, үріп жүрген едім. Елім деп соқсын жүрегім, елім деп соқсын жүрегім. Елеу латылмайын, салмайын, көрейін, көже шалмайын, үріп жүрген едім. Игі істің аяқталуына орай ауыл тұрғындарына арнайы дастархан жайылып, ас беру шарасы да ұйымдастырылды. Қала дәмханасында бас қосқан Ақбұлақтық ағайын ата-баба рухына Құран бағыштап, елдің амандығы мен бірлігі үшін дұға жасап, игі іске аянып қалмаған барлық азаматтарға алғыс айтып, баталарын берді. Мал төлімен өседі дейді, ұрпақ осындай балаларымен өседі дейді. Осыны былай ұйымдастырып, қаншама жұмыс бұл. Ата-анаға істеп атқан үлкен құрмет қой бұл. Ата-анаға осы кейінгі балаларды солай жасай береді. Бұл бір ізгі бір жұмыс, үлкен жұмыс бұл. Бір адамның қолынан келмейді, қанша адам солай жұмыс істеу керек. Айналайын. Осы істеп жасап атқан балаларға айтатыным, ғұмырлары ұзақ болсын, қалған бала-шағасын құлай қызығын көресін, ешқандай жаманат болмасын. Еш уақытта отбасыларының бала-шағаның бәрі аман болсын, айналайын. Бүгінгі тындырып атқан іс бұл әке келген отшына, шеше келген томсы жерде әке мен шешенің тәрбиесіне мынау мектептің түлектері жиналып балалар осылай жасап жатыр. Бұл мектептегі тәрбиеден бәрінің алған сабақтары, оны іске асырған жағы дүние. Мен Мағжан Жұмабай айтпашты, мен жастарға сенем деп, міне жастар осындай бас қосып, ұйымдастырып, осындай бірлессе алмайтын қамалдары жоқ. Үлкен іс-шара азаматтар бітіріп жатыр. Әсіресе осы шаруаны ұйымдастырған мектеп түлектері дегенде төбеміз көкке жеткенде олар. Ал енді қарап отырсақ, кезінде аға буын біздің қолымыздан келмеген дүниені мынау біздің түлектеріміз жасағанына өте ризамын. Ал енді әр нәрсенің ұйымдастырушы болады. Жалпы ұйымдастыру деген өте қиын дүние. Естіп жатырмыз, мектеп түлектерінің ұйымдастыруына жаңа Нұрлан айтқандай, Бағдат деген азамат жалпы 2004 жылы бітірген оқушылар ғой. Бұлар өзі ерекше түлектер, неге десеңіздер, алғашқы ентігін тапсырған осылар. Сонымен қатар мектептен алғашқы жүргізуші куәлігін алып шыққан осылар. Сол сияқты мынау Арманды айтып жатыр. Арман әке көрген оқжаны, шеше көрген томпішеттер бүгін техникасын алып көрген жасап жатыр екен. Бәрі қайырлы құтты болсын. Әл жерде бүгін қалыптастырып отырған мөдей отыр. Оған да рахмет. Мынау Батырхан, Марат, жаңағы Бағдат, одан кейінгі айта берсек енді барлығын зеберу мүмкін емес. Мінекей бұл бір сөзімен айтқанда Алла разы болсын, ал аруақтар жебей берсін. 80 адамның ішінен жаңағы группадағы адамдардың ішінен біз өзімізге басшы сайладық. Өйткені бір адамға бағу керек болды, бір адам ұйымдастыру керек болды. Бәріміз соған қолдаушы болуымыз керек болды. Үлкен осындай шараға басынан аяқ жүріп, жас болса да бас болып, біз бәріміз ұйымдастырған, мен сіздердің алдарыңыздан, аттарыңыздан, өзім атымнан сіздердің алдарыңызда Бағдат деген азаматқа рахмет айтайын болды. Бар айтайын деген осы еді. Міне осы жігіт жас кеңсе деген біз осы Бағдатты басшы қылдық, алдымызға салдық. Осы Бағдаттың ұйымдастыруынан бір жерінде бір ақауы жоқ, бір жерінде бір кемшілігі болған жоқ. Обед, завтрак, полдник, ужин, вплоть до влажной салфетки продумано. Влажной салфеткасы дейін алынған. Молодец, Алла разы болсын. Еңбегін еселеніп қайтсын. Бағалар назарында бол. Бақытты бол. Осы істі
басқарып осы істі аяқтаған мынау біздің мектептің түлектерге өте қуаныштымыз. Осы түлектерге айтарым, бақытты болсын. Беріп жатқан, ас беріп жатқан біздің қыз келіншектерімізге де осы келіншектер шығарып жүрген санаулы ғой өзі адамдар. Соларға да басын деймін, рахметімді айтамын деп едім. Жаңа ауылда отырып, сол ауылда осы жігіттерді қолдап, соларға ас беріп жатқан ондай үлкен жұмыс қой. Кім қандай тағы жұмыс істейді, бәріңізге рахмет. Сондықтан ешқандай уайым болмасын, проблема болмасын деп 9-дағы шайын, 5-ші шайын бәрді атсалысып, қолдан келген көмекті аямай жасады. Ауылдың біздің кешегі жылдарына бәріне де алғысын шексіз. Рахмет. Ынтымақ, бірлік, келісім ең асыл бақыт ел үшін демекші. Елдің береке бірлігі артып, ел игілігі жолындағы жақсы бастамалар жалғасын таба берсін. Алла тағала ата-бабаларымыздың рухын шат қылып, жасаған игі амалдарымызды қабыл етсін. Ата-бабаға құрмет, ұрпаққа аманат. Жақсы адамдарым, кем емессіңдер патшадан бәрін. Өскен өмірде жасалсын ылғи, жақсы амалдарын, жақсы адамдарым.